Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 98-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде дара және күрделі зат есім. Бүгін балалар барлық жаттығулар орындаймыз, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Бізде берілген жаттығу зат есімдерді салыстырамын, олардың дара немесе күрделі екенін ажыратуды үйренемін. 59-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Дара зат есім би, күйші, адам, өнер, құс, қайық. Күрделі зат есім кәсіпорын, бір қазан, үлгі, өнеге, теміржол, шекара. Кестедегі зат есімдерге қарап, қандай зат есім дара, қандай зат есім күрделі болатын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендеген мәліметпен салыстыр. Зат есім дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден тұрады. Мысалы, кітап, бесік, ән. Күрделі зат есім 2 не одан да көп сөздерден тұрады. Мысалы, тасбақа, ата-ана, кемпір, қосақ. Ал балалар, келесі 60-шы жаттығу бізде өлеңді түсініп оқы. Ірі менің сүйегім, ойсыл қара түйемін. Ұнатпаймын әлсізді, қара күшке иемін. Бейсебай кіріспай, өлең не туралы? Қарамен жазылған зат есімнің дара күрделі екенін ажырат делінген. Өлең түйе жайлы және де күрделі зат есім ойсыл қара деп аталады балалар. Ал балалар, келесі 61-ші жаттығу көпнектенің орнына керекті сөзді қойып өлеңді көшіріп жаз делінген. Қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата, ешкі атасы шешек ата, түйе атасы ойсыл қара, сиыр иесі сеңгі баба. Керекті сөздер ойсыл қара, шешек ата, шопан ата, зеңгі баба, қамбар ата. Өлеңнен күрделі зат есімдерді тап, 4 түлік туралы ертегі құрастырып көр. Күрделі зат есім бұл жерде балалар шопан ата, қамбар ата, шешек ата, ойсыл қара, зеңгі баба екен балалар. Балалар, менің каналыма тіркеліп алып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда сіздерге арналған математика және де қазақ әдебиеті, қазақ тілі сабақтарының барлық жауаптарын салып қойдым. Ендеше келесі жаттығуды қарайық балалар. Ал балалар, біздер ертегімізді бастайық. Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: о, барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. Сонда қай жеріңді түзей түсуге болар еді деп ойлайсың, деп сұрайды күн күлімсіреп. Егер, дейді жылқы, сирақтарым бұдан да ұзындау және сидандау болса, мен тіпті алдына жан салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік бітіреді. Төсім жалпақтай келсе, қазіргеден де алдымырақ болар едім. Оның үстіне адамзаттар қалап жүру үшін жотамнан мәңгі алынбай тіпті жарасып тұрар еді. Жақсы, қалағаның болсын, дейді күн жайрандап сәл күте тұр. Соны айтады да күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы әрі қорыққанынан, әрі жиіркенгенінен қышылдап қоя береді. Міне, сен қалағандай ұзын да сидан аққудың мойындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ереде дайын. Қалай, сенің де осындай болғың келе ме? Деп сұрайды күн. Жылқы әлі де есін жия алмай қалшылдап тұрады. Жоқ, дейді тіл күрмілеп. Ендеше жөніңе жүр, дейді күн жылқыға. Саған өз бойыңдағы да жетеді. Әркім өз қасиетін бағалауға тиіс. Содан бері жер бетінде түйе де өніп өсіп бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге дейін денесі дір ете түсіп қалтырай бастайды екен балалар. Ал балалар, біздің 62-63 жаттығуларымыз. 62-ші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Түйелі ауылдан шұбат іштік, шұбаттың шипалығын ұға түстік делінген. Енді келесі 63-ші жаттығу суреттердің көмегімен сөзжұмбақ құрастыр және оны шеш делінген. Бірінші, көлденең қарт адам, ақсақал. Екінші, аққұтан. Үшінші, тігінен тасбақа. Төртінші, асқабақ деп жазасыздар балалар. Тапқан сөздердің мағынасын сөздіктен қарап біліп ал. Шешуі дара зат есім бе,
әлде күрделі зат есім бе? Балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қоюды ұмытпаңыздар, балалар. Сіздер подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің салған сабақтарымның жауаптары сіздерге алғашқы болып көріну үшін. Сау болыңыздар, балалар. Келесі сабақта кездескенше.